Бүгін ел тарихындағы қос палаталы парламенттің соңғы бірлескен отырысы өтті. Осылайша мемлекет басшысының қатысуымен ұйымдастырылған жиында 8-ші сайланған парламенттің 4-ші сессиясы ресми түрде жабылды. Президент өз сөзінде парламенттің тәуелсіздік жылдарындағы заң шығару қызметіне тоқталып, депутаттардың ел дамуына қосқан үлесіне алғыс айтты. Мемлекет басшысының сөзінше осы уақытқа дейін шамамен 3,5 мың заң қабылданыпты, ал оның әрбірі 10-шысы депутаттардың бастамасымен әзірленген. Қасым-Жомарт Тоқаев сондай-ақ парламенттің қоғам сұранысына сай жұмыс істейтін маңызды мемлекеттік институт болғанын атап өтті. Еске салайық, 1 шілдеден бастап республикалық референдумда қабылданған жаңа конституция күшіне еніп, қолданыстағы ата заңның және осы негізде құрылған парламенттің өкілеттілігі тоқтатылады. Жаңа конституцияға сәйкес президент 1 ай ішінде құрылтай сайлауын жариялап, ол 2 ай мерзімде өткізілмек. Ал жаңа парламент құрылтай өз жұмысын биыл 1 қыркүйектен бастайды. Осылайша Қазақстанның қос палаталы парламенті өз қызметін ресми түрде аяқтап, ел жаңа конституциялық басқару кезеңіне қадам басты.